Ағзаны тазалау керек. Мен де медикпін. Любой ауруды не қылмай тұрып, бастамай тұрып, ағзаны тазалап алсақ, барлығын емдеп шығара аламыз. Сейчас нету нелечимых болезней, все болезни лечатся. Так что надо правильно лечить. А чтобы правильно лечить, нужно правильно диагноз поставить, правильный анамнез собрать. Содан кейін правильную информацию дать. Сонымен барлығын емдеп шығара аламыз. И компаниямыз біздің алдыға шығады, аспанға шығады. Вот бір жақсы бір кардиолог айтады да, маған дейді, немен инсультпен, инфарктпенен адам келеді дейді. Ол адамды мен тез құтқаруым керек дейді да. Ал ол мен білем дейді, оның причинасы шекте жатқанын дейді. Мен оның шегіменен айланысқанға уақытым жоқ дейді. Сол үшін мен оған тез кардиологический нелерді, препараттарды салып, тез оны спасать етемін дейді. Но мен білем дейді, ол адам тағы да 1 рет келеді, 2 рет. Онан кейін 3-ші рет келген кезде мен ол адамды уже құтқара алмаймын дейді. Потому что инфаркт 3 рет ұстайды да. Мен уже ол кісіні нете алмаймын дейді. Мен ол кісіге просто айтам дейді, шегіңіз тазалаңыз, ағзаңыз тазалаңыз деп. Бірақ ол кісі оны істемейді дейді. Істемейді. Бір не болып есін жиып кетеді, онан кейін ол кісі ой, дәп сондай болып жүретін сияқты жүре береді дейді. Ол 6 айдан кейін ба, 1 жылдан кейін ба, или 1 айдан кейін ба қатты бір стресс алса, нервничать етіп не қылса, ол или тромбы барып, тромбы тоже не разжижаем же, ходим, причин не қылмай жүре береміз ғой, мән бермейші. Ой, тромбы деп айтқан маған деп. Соның тромбы не қылып кете ма, сөйтіп қайтадан келеді дейді да ол кісі маған уже. Сол үшін ол кісі первую очередь айтқан кезде, естіген кезде дейді да, мен айттым ғой дейді ол кісіге, мысалы, сізді шектеріңізді, неңізді, ағзаңызды тазалаңыз деп. Ол сонымен айланысу керек еді дейді да, қанды сұйылтып, шегін тазалап қойса, причинасын удалять етіп тастайтын еді дейді. И ол болезнь қайтадан қайталанбайтын еді дейді да. Вот, гайморитта, например, сондай шекте көп ауру мысалы шекте болады ғой. Мысалы эндометриоз болса, сіздің айтқан адамыңызда эндометриоз болса, значит, у него очень много проблем, не скрытых. Например, қыз кезінде ол кісінің нарушение гормональный нарушениесі болған, менструального цикла, оны не қылмай, мән бермей жүрген, может, денелерінде папилломалар бар, полиптар бар. Полиптар любой жерге шығады қазір. Соның барлығы зоб, в основном вот женский ауруда 104 ауру болады ғой, мысалы женский немене маткамызда ша. Соның көбісі болады. Оған мән бермей, просто эндометриозға ғана циклица етіп қалған шығар. Так, в самом деле ол кісі көп причиналары бар, аурулары бар да, ол кісі білмей жүр. Сол үшін ағзасын тазаласа, ол бір ғана эндометриозын емдеп алмайды, біраз да нелерін, ауруларын кетіріп алады. Так что, девчонки, давайте начинать чисткадан бастайық. Біз нелерге адамдарды дұрыс емдеп шығуымыз үшін, біздің компанияның алдыға басуы үшін біз тура информация берейік та, елдердің, мысалы, емделгісі келе ма, ол кісіге дұрыс бәрін түсіндіріп айтсақ, ол кісі емделеді. Ой, ақшаны бюджетіне қарап, жарайды, онда сен просто карандаш ала сал, или ана нені ала сал, содан басқасын көреміз десек, онда ол кісі емделмейді, пока причинасын кетірмейінше.